Бәріне сәлем достар. Сіздердің мынандай жүзік жасағыларыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Менің видеомны соңына дейін қарасаңыздар, бәрі де шығады жақсы. Міне сіздерге көрсетейін. Міне, өте әдемі. Өте әдемі. Бұл түс ашпай сіздерге жаман көрінсе, басқа түспен істегенімде әдемі көрінуі мүмкін еді. Мен просто осындай ұнап тұрған соң осы түстен істедім. Достар, бізге керек заттар леска. И потом мынандай бисер. Әлгі салам тағы. Гүлді жүзіктің әрине мен мынандай қылып істемейтін болдым. Тұра берсін. Мынадан 6 алам қазір. 1, 2, 3, 4. Короче, 6 болды. Міне. Енді қазықтардан көп алайық. Жетпейді, тағы ала беретін боламыз. Леска. Қайшы. Достар, осылай 2 түрлі цветтеріңізді алып алыңыздар. Ал енді бастайық. Лескамызға 6 өздеріңіздің таңдаған түстеріңізді саласыздар. 6 штук. Осылай бетемізді оңба солма өздеріңіз білесіздер. Осы үшін аласыздар да міне өстіп аласыздар. Мен күндегі видеомда осындай істелетін нәрселер бар. Осылай нерден өткізесіздер. Мен өткізе алмаймын, оған қазір қиялы өту керек. Леска шлей қаттылау ма ұшы. Жұмсақ қой, ұшы қатты да. Осылай былай тартып. Осындай уже дөңгелек шықты. Енді қызғылтсарын любой ұшына тағасыздар. Осылай тағып алдық қоя. Енді мына ұшқа үшеуден кейінгі нана или наған мына үшеуіне орта наған қарама-қарсы тұрған қай жер сол бисерге мынаны былай өткізесіздер. Міне. Мына өйстіп тұр ғой. Онда мына болады. Көрдіңіздер ғой. Осыдан былай өткізіп шығарасыздар. Өтуі қиын, қазір өткізіп болмасам. Қараңыздар, өте әдемі болды. Розовый түсқа ашық. Видеоға дұрысталып көрінбей жатыр. Енді міне осындай болып әдемі шығады. Өткізген соң ерден де өткізесіздер ғой, жеп келеді ғой. Кейін жіпті өйстіп тартасыздар да, тартқан соң өйстіп осындай болып шығады. Көрдіңіздер ғой, дұрысталып түсіндірмесем кешірерсіздер. Енді қызғылт сарыларды 2 шетінен салып шығасыздар. Бірдей қылып қолдарыңызға сай етіп, мысалы біреулерге 10-нан салсаң болады. Мысалы біреулерге 10-нан салсаң келеді. 2 бетіне 10-10-нан саласыздар да, бірдей қылып салу керек. Бір түрлі болып қалады, әйтпесе 2 беті 2 түрлі болып. Сондықтан да 2 бетін бірдей қылып салып шығасыздар. Вот мен осылай салып шығамын. Достар, мынандай әдемі шығып бастағанда мен өйстіп сап қойғам ғой. Мына шетінен сағам ғой, мен ортасындағы әдемісін. Мына шетіне сағам, сөйтіп мына шетіне салу керек екен. Содан бір түрлі болып қалды. Дұрысталып салаңыздар. Менгіне болып қалса, мына шетіне саласаңыздар. Мінердің ортасын қайтып жөнделеңіздер, бәрін алып. Вот, достар, мен осылай дұрысталып алдым. Енді қызғылт сарыларды салып шығамыз. Міне осылай етіп сап алдым. Мен қолыма әлі келмейді, тағы саламау деймін. Вот мен қолыма болады. 10-нан салдым. Енді біз бұны байлаймыз. Байлау жолын көрсетейін сіздерге. Осылай істейсіздер, короче, в общем. Сөйтіп, полный байламай тұрыңыздар, өйткені білесіздер, оның қандай жаман болып кететінін. Басында мен де білмейтінім. Осындай кейін өйстіп істейін болдым. Өзім қатты қысыңыздар. 3 рет байлаймыз. Вот осындай болып шығады, өте әдемі. Қырқасаңыздар. Достар, осылай ұштарын қаттырақ қысып алайық бірінші. Қазір олар таққанда қысылып неғып қалады. Үзіліп кетеді.
Достар, менің видеомды соңына дейін қарасаңыздар, өте түсінікті. Менің арқамнан істеп көрсеңіздер, өте шығады, короче айтқанда. Мынау сәл осындай болып тұрады. Бүйтіп қысып жібересіздер. Осылай деп. Вот. Енді мынаны тағамыз. Бұл негізі үнемі мен өзіме істемеймін. Әпшеме емес, басқаға бұл. Прям әдем. Достар, осындай бейстерден тағы көптеген нәрсе істегілеріңіз келсе, бейстерден басқа нәрселерде мен видеоларымды қараңыздар. Аккаунтымда осы видеомен 10-шы видео. Мен ютубты енді бастадым. Видеоларымды қарап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Просто лайк емес, бір бит көріп шыққанның өзі маған. Күшті ғой, бір көріп шықсаңыздар, бір. Көріп өтсеңіздер болды ғой, оңай ғой, бүйтіп көресіздер болды. Осымен видеом аяқталды. Сау болыңыздар.